Карбюратор салсақ, разницаны көреміз. Бола ма, болмай ма. Тегін келген карбюратор. Бұл карбюратор мынаған қарағанда жақсы жүреді. Бүйтсең міне бір түрлі дауыстар шығады, деген. Жеп жең. Міне бізге посылка келді. Бұл Роксқа арналған посылка. Нулевик. Фильтр. Мынау негізі домылық болады. Упаковкаде, коробкаде мыжылып қалған ғой. Ол 45 градус деп заказ берген, бірақ 45 емес, одан аз сияқты. Мына жерден санағанда 45 шықпайды ғой. Анандай фильтрлері вообще алмай қойыңыздар. Сеточный болады ғой. Қазір фотосын бекітіп қоям. Ондай алып қажет жоқ, ол шаңды фильтровать етпейді, тастан ғана қорғайды сізді. Жаңа упаковканы ашқан кезде мына жерін біраз кесіп алдық. Сондықтан байқаңыздар сіздер осындай бірдеңе ашар кезде. 35-ке заказ бергем. Міне 35 екен. 35 миллиметр. Осындай фильтр. Бұны пропитывать ету керек болады. Менде пропитка жоқ, сондықтан майға пропитывать етем. Соны толық көрсетеміз. Бұның бетін алып, қазір клейленген жерлерін тексеріп алайық. Клейленбеген жерлері болса, жыртық жері болса, ақшаны қайтарып алуымызға болады. Әзірге жақсы фильтр екен, бұлай негізі. Качествосы бәрі нормальный сияқты. Орташа. Жарайды достар, қазір біз карбюратор салып тастайық бірге. Сосын разницаны көреміз, бола ма, болмай ма. Дауысында разница болады, өйткені фильтр нулевик, біраз дауысы қаттырақ шығатын болады. Жарайды, кеттік. So tell me, bitch, what did I do to you? I just sit down and look at your pictures, they new to me, but they ain't new to you. I wanna know what you wanna do, is you tryna ride out in the Bentley coupe? If you knowledge I'm straight in the race, then we can go out of space. Then you can come to the crib, and the place where you always be safe. I just wanna see how you taste, like mango strawberries and grapes. My mama told me to just stay. Міне мен салатын, мен алып салған карбюратор, мынау. Делорты. Басында 17-де 5 деп ойлағам, себебі байқасаңыздар, мына жерінде міне 17-де 5 деген жазу бар міне. Делорто PHBN деген маркасы болады. Міне Делорто. Итальянский карбюратор. Качествосы бәрі жақсы, бірақ маған бұл карбюратор ұнамайды. Себебі мынаның бәрі міне колхоз андай. Колхоз болғанда заглушкалар ғой. Соның бәрі түрлері де ұнамайды. Өйткені бір салатын карбюратор мынау. Бұл да 19-ды. 19 Делортоның PHBN сондай маркасын ұмытып қалдым. Сондай карбюратордың копиясы, китайский, Алиэкспресстен алғам. Тегін келген карбюратор. Бұл карбюратор мынаған қарағанда жақсы жүреді. Мощность мынада көп, себебі қарасаңыздар, диффузорын аз көрсетем. Кішкентай. Мынау да 19, мына екеуі де 19. Дросельдері
екеуінікі екі бөлек. Мынау жаңа қара жақсы жүреді деген карбюратордың дросселі. Ал мына дроссель маған ұнамайды деген карбюратордың дроссель. Екі дроссельден салыстырсаңыздар мүлдем бөлек. Себебі менің ойымша, өз ойым, мынау заводта 17.5 болып шығады болу керек. Одан кейін оны алады, сол заводта просто ана диффузорын станокпен үлкейтеді, жонады, сонда 19 болып шығатын сияқты. Ал ішіндегі диффузор ортасын көрдіңіздер ме? Небір жерлерін, дросселін жауып тұратын жерлерін, сол жері 17.5-тікі, кішкентай. Менің ойымша, сондықтан бұл карбюратор нашарлау жүретін сияқты. Бұның креплениялары да бөлек, резьбовой. Ал мына карбюратордікі ол былай оралады. Мына карбюраторға обычный фильтр бокс жетпейді екен. Неге десеңіздер, мынаның стоковый фильтр бокс 17.5 карбюраторға ғана келеді екен. Келмейтін себебі воздух ауаны аз өткізеді. Сондықтан карбюратор өзінің толық мощностьін, мотор өз толық күшін көрсете алмайды. Сондықтан мен бұл фильтрді алдым. Бұл ана жерге сияма көреміз қазір, скутердегі жерге. Сосын қазір осы карбюраторды салу барысында өте көп қиындық болады. Себебі екеуінікі мынасы екі талай, екі түрлі. Сондықтан екеуінен біреу құрап шығару керек. Ал трос мынаған салсаң келмейді, ұзын болып кетеді. Себебі мына жерде өзінің ограничителі, қысқартатын, ұзартатын бар деген секілді. Сондықтан қазір барлығын істеп алайын, өйткені көп уақыт кетеді бұған. Содан кейін сіздерге қалай жасағанын бәрін көрсететін боламын. Brothers in the chest to face the government, why still ain't there to place to make a way up in his phone for a database. Doesn't matter cause you less than a human race. Cause the medical report doesn't even say you were bruised all up, it was out of place. Saw the picture, your body all has a grace. You got food on your plate, you will lose your taste. Too many people in sin, no sanctified. The fall so thick, you strain your eye. The boys on the block get crucified. Send a brother way up to the lonely sky. Cause the simple don't think with an open mind. Take a walk with me, just you and I. Cause the real don't die, we multiply. Cause the real don't die, we multiply. Reload them things like click-clack, like Hampton dressed in all black. Just wait, he coming right back. Cause the world can make you straight set. Reload them things like click-clack, like you, we dressed in all black. Just wait, he coming right back. Cause the world can make you straight set. I've been the one to you simple ones, cause you've been a chump. So embrace the one, the great day will come. Cause I'm amazing them, steady raising them, the barbarian. All your idols failing you, killing you, revealing you. Since the interview, these wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch plots. I've been running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball. Roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes. Taking it down, dominoes. Then kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door. Hold the wrist though. Don't know where the switch though. Got my pants up. Think I need a brain stroke. We keep it lit.
I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the ziplock. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the hit. Бірінші тест-драйв нулевикпен қара Black Edition 19 Delorto Carp'пен. Бірінші ощущение ақыры жүрмейді екен. Либо открыто, либо закрыто дейді ғой. Бүйтсең міне біртүрлі дауыстар шығады деген. Бұлай тяга деген зверь. Міне көрдіңіздер ме? Байқала ма? Бұрын ондай жоқ еді, білесіздер ме? Газ полностью өрген кезде плавно қозғалады. Қазір не? Газбен тұра ма екен, интересно. Қазір көреміз. Қызы болсын біраз. Қызған жоқ әлі. Ал көрейік, орнынан газ беріп полностью. Жоқ, жетпейді екен. Маған сцепление бұсаует етіп тұрған сияқты, бірақ не факт. Еще желтый волосый салсаң кәдімгідей болады сияқты. Қызды ма, қызбады ма білмеймін енді. Бірақ газбен көтерілмейтін сияқты, өйткені салмақ баршылық қой. Ал стандты көрейік па? Қалай болады екен? Жеп жеңіл. Вообще жеп жеңіл. Финалмықты вообще. Старт төре десем желмен үріліп тұрған қаш. Тартат деймін. Тартат. Малой спортты кәдім ұжырмайды етіп жатқан сияқтым бар ғой. Қандай мощность бере алады соның бәрін. Смело ғой. Кәдімгідей оянды бар ғой. Рокс. Оянды. Енді кәдімгідей андай. Желтый малосий болса, біраз ұзында времен болса, ну, по идее, болды. Скоростта дергать етіп көрейік қазір. Осындай скоростта кей кезде рокс тұрмай жатады, аз көрім жүр. Смело тұрады екен, смело. Машина жоқ. Тұрады деймей, тұрады. 40-пен железный тұрады. Газымен тұрбайды енді, конечно. Тұрады. Біраз жүрек енді, чтобы свеч біраз қылсын. Сосын көреміз, бензин етіп тұрма, багайт етіп тұрма. Бұлай негіз нормально жүрді. Біраз бедный осы сверломен біраз тешіп жүру керек не? Жекілер тұр. Өйткені двухтактныйда бензинге аралас болғандықтан бензин аз болса майда азаяды, ресурс азаяды.
Жол жаман көрдіңдер ме? Былай валит негіз. Кәдімгідей лақтырады демей. Тұрады. Жол жаман, блин, вообще. Бір нормальный жерде көтере бастасаң, дыдың көтің деген секіріп. Ай. Пушка гонка. Бұрын осы жерде уже мощность бітіп қалады, негізі бар ғой. Қазір нормально. Жаңағыдей скоростқа келген кезде уже уылды көтермесең, кішкентай түсі болды, көтермей қалады. Газбен керек давайте. Чуть-чуть жерге кету керек екен. Бұл фильтрдің де тесті болады, өйткені фильтр 90 градус болмаса дұрыс келмейді. Рамаға тиеді, пластикке тиеді. Соны біраз қазір газовать етіп көру керек. Что секіріп, біраз жерлерден жыртылып қала ма екен, жыртылып қалмай ма екен. Өйткені салып салғаннан кейін, бәленбай күннен кейін барып байқасаң жыртылған уже может быть поздно. Примерно 2 дейма сондай болатын шығар. Тасты ала, блин. Банальный карп 19-да 19. Екеуі по-разному едет. Көрдіңдер ма? Настройкасы да по-разному болады. Потому что конструкциясы бәрі бөлек. Түрлері бәрі бөлек. Ну, принцип один и тот же. Бірақ соның өзі кәдімгідей роль играть етеді. Так, кет қас. Ана басқа ден стант беру керек. Сонда карп белгілі болады, ана поплавок. Если слишком высокий болса, заливать етіп сөйт. Сосын өзінен өз түс қалады. Разгон алмай қойық. Біздің целіміз разгон алуымыз. Қарп тексеру ғой біздің. Жел соғып тұр жағынан. Жүрет деймей, жүрет. Жақсы өзің ағай.
you sad enough.